жатыр ішілік инфекция. Жатыр ішілік инфекциядан айтуға болады перинаталны және өлімге ана мен баланы келтіріп шығаратын бірден бір фактор болып есептелінеді. Жатыр ішілік инфекцияның 11-45% перинаталды ауруларды келтіріп шығарады. Сол себептен осы темаға тоқталу керек болып отыр. Жатыр ішілік инфекция үнемі кездесілетін инфекциялар цитомегаловирус, герпес, гепатит А, гепатит Б науқастары болып есептелінеді. Бұл негізінен алып айтқанда, жатыр ішінде осындай инфекциялар болған жағдайда жүкті әйелге кіндік арқылы тікелей берілетін инфекциялар түрі болып есептелінеді. Сол себептен осындай инфекция бар жоғын алдын ала туытты жоспарлауымыз керек. Медициналық мекемелерге барып тексеріліп, егер осындай инфекция болмаған жағдайда ғана бала алуды жоспарлау керек. Тексеру әдістері негізінен алып айтқанда қаннан тексеріледі, ауыз қуысындағы мазоктан және кіші дәреттен тексеруге болады. Бұны тексеру барысында ИФА методикасы арқылы тексеру 99%-ға дұрыс диагнозды көрсетіп береді. Перинаталны жаңағындай инфекциядан болған ауру бірден бір жүйке жүйесі ауруларына келтіріп шығаратын негізгі фактор болып есептелінеді. Бұның ішінде нәрестенің ми қан тамыр жүйесін зақымдар қылады, ми қарыншасын зақымдар қылады. Сол арқылы мидағы кестаны, гидроспалияны және онан да ауыр болған жағдайда ми клеткаларының зақымдар болуынан болған іштегі кездегі миға қан құйылу жағдайларын келтіріп шығарады. Бұдан тыс балалардың ес ақылының дұрыс болмауы, бүйрек қабынуы, бауыр қабынуын келтіріп шығарады. Іштегі нәрестенің 40-63% бауырын қабындырады, гепатитті келтіріп шығарады. Сол арқылы бауырдың ішіндегі түтікшелерді зақымдар қылаттағы билирубин өт сұйықтығына тамып түспей денеге тарау жағдайын келтіріп шығарады. Мұндай жағдайда жедел болғанда іштегі кезде, жай болғанда босанғаннан кейін бір апта, не болмаса 2-3 аптадан кейін де көрініп жатады. Сол себептен көңіл бөлуіміз керек. Бірінші диагностика. Диагностикаға келетін болсақ, туыт анасының іштегі кезде қандай инфекцияменен инфекцияланғандығын, қандай клиникалық белгілер болғанын сұрап білуіміз керек, ата-аналар өзі де білуге міндетті. Екінші, бала егер ерте туыт болған жағдайда неге деген себеп болады? Жатыр ішінің инфекциясынан болады. Сол себептен цитомегаловирус, герпес, гепатиттерді міндетті түрде анадан және баладан тексеруіміз керек. Ал онан тыс бала сарғаю жағдайы болады. Бала сарғаю әдетте физиологиялық және патологиялық деп екіге бөлінеді. Физиологиялық әдетте онша қатты сары емес, жеңіл сарғыштық болып, бір апта көлемінде, ұзақ болғанда 15-20 күнде өздігінен кетіп қалады. Ауыр болған жағдайда лимон тектес, тіпті кейбір балалар туылғанда қара қоңыр болып тұншыққан бейнеде дүниеге келеді. Ондай жағдайда біз міндетті түрде цитомегаловирус, герпес және гепатиттерді, онан тыс біз билирубиндерді тексеруіміз керек. Билирубин, общий билирубин және премий билирубин деп екіге бөлінеді. Қалыпты жағдайда осы екеуі негізінен 20-дан төмен болу керек. Көп жағдайда ата-аналар тексерткізбейді. Тексерілген жағдайда 341-ден жоғары болған жағдайда тікелей жүйке жүйесі ауруларын зақымдар қылады. Мұндай жағдайда тексеріп диагноз анықталған болу керек. Егер тек қана IgG-IgMді тексеру барысында қаннан бұлар көрсетпесе, онда ауыз қуысындағы мазокты және кіші дәреттен тексеру керек. Оларда положительный жаңағындай болымды көрсеткіштер көрсетілген жағдайда міндетті түрде балалар инфекционист дәрігеріне көрсету керек. Олардың кеңесі арқылы әдетте 72 сағаттың ішінде себебіне қарай емдеп, билирубинді ең кемінде дүзден төмен түсіруіміз керек. Сондай болған жағдайда барып, біз ДЦП болатын түрлі түсті жүйке жүйесі ауруларын алдын алуға мүмкіндігіміз бар. Сол себептен құрметті ата-аналар, бала алуды міндетті түрде жоспарласаңыздар, егер инфекция болған жағдайда екі жақ
әкесі мен шешесі екеуі де тексеріп, екеуі де бірдей ем алу керек. Біреу ем алып, біреу ем алмаса, бәрібір инфекцияны қайтадан жұқтырады. Және менің айтып отырған цитомегаловирус герпес негізінен алып айтқанда жыныстық инфекциялардың бір түрі болып есептелінеді. Сол себептен бірінші тексеріліп, жалпы жағдайы дұрыс болғаннан кейін, екінші жүктілік кезінде көңіл күй жақсы болу керек, рухани көңіл күй, ренжімеу керек, салауатты өмір салтын ұстану керек, уақытында демалу керек, уақытында дәрігерлердің кеңесіне бару арқылы түрлі түсті жоспарлы тексерулерден өтіп тұрғандарыңыз абзал. Сондай болғанда өмірге сапалы ұрпақ әкелу мүмкіндіктеріңіз бар.